Кешкі тамаққа кіріскенім сол еді, қарап қалсам өңше майда картошкалар қалған. Мен бұны ашсам, таңғайдың ашимын ғой дедім да, ыдысыма жылы суымды, тұзымды, дрожжімді салып, вуаля деп осындай жұмсақ қамыр ашытып қойдым. Пока ашығанша біздің картошкаларымызды жуып, қайнатып, пісіріп, ашып, оның үстіне тұз салып, қара бұрыш салып, оны да жақсылап быжғылап тұрдым. Одан кейін пиязымызды осылай қуырып арасына салып жесеңіздер дәмді болады деп оны да салып жақсылап араластырдым. Осы орайда қамырымыз ашып қалды. Бірнеше бөліктерге бөліп, біздің пирожкиміздің формасына келтіріп, жайып, арасына начинкасын, яғни картошкасын жақсылап салып, оны әдемілеп түйіп шықтым. Барлығын алдын ала түйіп дайындап қойдым. Орташа отта екі жағы сарғайып, әдемі түске енгенше қуырып алдым. Міне қараңыздар, қандай күшті пирожкилар болған. Сөйтіп Сәбитті шақырып алып, давай мен видеоға түсірем, сен ортасынан кес бөл деген едім. Сөйтсем ол дұрыс бөле алмай кетті да. Сәбит, не істеп жібердің? Әкеш, сотканы ұсташы, мен өзім кесейін, өзім ортасынан бөлейін дедім да. Осылай аппетитный қылып бөлдім. Ал бізге ас болсын.